Pindodoдан тапсырысты алу үшін бізге қандай да бір поставщиктермен жұмыс жасау керек. Мен қолданатын жаңа пост деген бар. Осыдан біз тапсырысты қалай аламыз, мен қазір көрсетемін. Мен енді Pindodoдан тапсырыс бердім, ол кейбіреулері бөлімшеге келді. Жаңа пост деген қосымшаны ашамыз, егер тіркелмеген болсаңыз тіркелуге болады. Мен енді қолданатын осы, басқасын қолдансаңыз да болады. Күтілуде деген статусқа өтеді, мен тапсырыс берем, бірден келесі күні немесе қысқа уақыттың ішінде осы бөлімге өтеді. Мына заттар маған келе жатыр қазір. Одан кейін қоймаға жеткен кезде осы жерде тұрады, бізде жеткізілуде деп тұр, және бөлімшеде деп тұр. Осы бөлімшеде деген өткен кезде біз барып алып кетуімізге болады. Ол үшін басып бетке өтеміз, және сіз қай бөлімшеге жеткіз дедіңіз, сол жерге барып аласыз. Тек қана мына қызметтер деген бөлімге өтесіз мына жерде. Сол жерде код болады, соны айтып. Бөлімшеде дегенді басамыз. Біз әрине доставкаға төлем жасауымыз керек. Оны қалай жасайды, мен қазір көрсетемін. Мына жерде тұрған заттар маған қазір келді міне. Доставканың бағасы 617 теңге мына ағылшын тілінде бір кітапта. Одан кейін мына зат бар, и астында тағы бір кітап бар. Таңдау дегенді басамыз. Мыналарды белгілейміз, қайсысына доставканың ақшасын төлеу керек. Мен осы үшеуінде таңдадым. Топтық төлем дегенді басамыз. Шотта ақша болса шоттан төлеуге болады, немесе төлейтін сома, окей. Төлейтін сома шығады автомат түрде. Дайын осы дегенді басамыз. Каспи арқылы төлеу. Мен енді Каспимен төлеймін. Солай маған ыңғайлы. Әрі қарай біз осыдан ақша төлеуіміз керек. К оплаты дегенді басамыз. Оплатить и подтвердить. Вернуть. Осы жерде міне бізде жеке шотта $3.64 деп шықты. Бөлімшеде дегенді басамыз. Таңдау. Үшеуінде таңдаймын. Топтық төлем. Және жеке шоттан төлейм. Осылай. Сәтті төленді деп міне шықты. Осылай енді әрі қарай мен барып тапсырысымды ала берсем болады. Немесе бұны мен өзім үйге әкеліп бер деп заявка жібере алам. Маған жеткіз дегенді басамыз. Сұранысты жіберу. Және әрі қарай қай зат, мысалға мынау. Маған жеткіз, сұраныс жіберу. Таңдаймыз. Мынаны. Сұраныс тастау дегенді басамыз. Қызмет құны 390 теңге. Осы 390 теңгеге маған мына 3 затты мен көрсеткен үйге дейін әкеліп тастайды. Егер сізге выгодно болса, осыған заявка жіберсеңіз болады, барып жүргенше. Әрине баға әртүрлі болуы мүмкін, салмағына қарай әрине өзгеріп отырады. Мен бас тартуды басам, маған жақын болғандықтан мен өзім алып кетемін. Басқа заказдар мына жерде жолда деп тұрады, сұрыптау деп тұрады, немесе жеткізілуде деп тұрады. Оған да біз әрине алдын ала доставканың құны мына жерде 800 теңге деп тұрады мысалға. Осы мына жерде 617 теңге, мен бір ағылшын тілінде кітапқа тапсырыс бергем. Мынау кітап бар ағылшын тілінде, соған заказ бергем 800 теңге, соны төлеп тастасам болады мынаны таңдау арқылы. Ол да төлем жол жаңағымен бірдей. Мен енді бірақ келгеннен кейін төлеймін, әзірге маған ол керек емес.